Баршаңызға мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы дайын болатын қопсытқыш, яғни разрыхитель дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ас содасы, картофельный крахмал, және лимон қышқылы, және ұн қажет болады. Ал енді осының бәрін біріктіреміз. Ол үшін лимон қышқылын бірінші ол кішкене түйіршік болғаннан кейін мен майдалап қойдым. Бұлайынша сіздер үйде мынандай кішкентай оқтаудың көмегімен үгітіп алыңыздар. Болмаса блендердің көмегімен араластырып ұнтақтап алуларыңыз қажет. Өйткені ішінде түйіршіктер ертең тәттілер пісірген кезде қышқыл болып шығады. Ал енді ісімізге көшеміз. Әуелі біз лимон қышқылымызды толтырмай 3 шай қасық саламыз. Ал енді осының үстіне 5 шай қасық ас содасын саламыз. 2, 3, 4, 5. Ал енді осыларды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне 6 шай қасық ұнымыз саламыз. 3, 4, 5, 6. Ал дәл осындай етіп картоф крахмалын саламыз. Бұнда 6 шай қасық. 2, 3, 4, 5, 6. Осы жеткілікті болады. Енді осының бәрін бір келге етіп әбден араластырып аламыз. Ал міне біздің қопсытқышымыз дайын болды. Өте күшті араласты. Мен осы қопсытқышты пайдаланғаныма 1,5 жылдай уақыт болады. Алдағы уақытта сіздермен осы қопсытқышпен пісірген тәттілеріммен, торттарымды, пирогтарыммен бөлісетін боламын. Және де рецептін ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді осы қопсытқышымызды мынандай үйдегі кішкентай банкамызға салып алсаңыздар болады. Өте құрғақ болып тұруы қажет. Ал міне біз банкамызға салып алдық. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге рецептім ұнайды деген ойдамын. Пайдаларыңызға жарасын. Сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар.